Тұрар Рысқұлов атындағы номер 9-шы орта мектеп. Музыка пәні 2 сынып пән мұғалімі Қабаев Рысмағамбет Жұмашевич. Сабақтың тақырыбы ортеке. Бүгінгі сабақта ортеке қуыршақ театр туралы қосымша ақпарат аласыздар. Тәттімбет Қазанғапұлының секіртпе күйін тұжымды тыңдай аласыздар. Шертер мен домбыра аспабының айырмашылықтарын табасыздар. Әбілақат Еспаевтың ортеке әнін тыңдайсыздар. Ертеректе театр, кино, теледидар, компьютер, ғаламтор болмаған балалар. Сондықтан балаларға қызықты болу үшін күйшілер ағаштан жануарлардың мүсінін жасаған. Ортекені қозғалту мен билету, оны сахнаға көрсету алғашқы қуыршақ театрының бастауы деуге де болады. Балалар, мен сіздерді өнердің өте қызықты түрімен таныстырғым келеді. Бұл қазақтың ортеке өнері. Ортеке деп ат айтып тұрғандай, текені аспаптың сүйемелдеуімен билетеді. Бұны қазақ халқы кішкентай балаларды ұлттық өнерге баулыған кезде қолданған. Ортеке сөзінің шығу төркініне ғалымдар әртүрлі анықтама береді. Бір деректерде ор сөзі кәдімгі қазып жасалған шұңқыр деп айтылады. Яғни адамдар текені ұстау үшін арнайы ор қазып, оны қолдарына түсіретін болған. Ал шұңқырға түскен теке ордан шыға алмай, ар секіреді, бер секіреді. Бұл сол жердегі адамдар үшін өте қызықты көрініс болған. Міне, осы көріністі елдің өнерпаздары музыкалық аспапқа салып, және ағашты қашап, текенің мүсінін жасап, балаларды өнерге баулып отырған. Ортекені қазақ халқы таутеке деп те атайды. Яғни тұяғының арқасында ор құзды, биік тау тасты еркін мекендеп жүретіндіктен адамдар ерекше жануар деп санаған. Құрметті оқушылар, білесіздер, қазақ халқында белгілі атақты ұлы күйшілер бар. Белгілі күйші композитор Тәттімбет аталарың ортекеге арнайы күй шығарып, оны секіртпе деп атаған. Жалпы Тәттімбет Қазанғапұлы кім? Тәттімбет Қазанғапұлы Арқа өңірінің атақты күйшісі, композитор. Ол Қарағанды облысында, яғни 19 ғасырда 1815 жылы дүниеге келген. Оның Саржайлау, Сылқылдақ, Көкейкесті күйлері халыққа кең танымал. Тәттімбеттің күйі секіртпені тыңдайық. Қазақтың киелі аспаптарының бірі бұл әрине біздің шертер мен домбыра. Шертер аспабы мен домбыра аспабының ұқсастығы бар ма? Шертер аспабында 3 шек болады. 3 шек болғасын әрине 3 құлағы болады. Және 3 шек ұстап тұратын тиегі болады. Бұл көне аспаптардың бірі. Және осыған ұқсас қазақтың киелі аспабы домбыра аспабы. Домбыра аспабында 2 шек, 1 тиек, яғни шекті түзету арқылы бұл құлағын бұрау арқылы шектерді түзетеді. Жалпы әуеніне ырғағына дыбыстық баяуына қарай шертер аспабы жабықтау, қоңыр дыбыс береді. Ал домбыра аспабы жіңішкелеу, ашық дыбыс береді. Бұның бәрі тембрге байланысты. Жалпы тембр сөзіне, тембр дегеніміз музыкалық аспап дыбысының немесе әнші дыбысының дыбыстық бояуы. Ал енді құрметті оқушылар, қазір бәріміз қосылып Шона Смағұлының сөзіне жазылған Әбілақат Еспаев аталарыңыз әні ортеке әнін тыңдап және үйренейік.
Әбілахат Еспаев, Ортеке. Аты шыққан биемен мен боламын Ортеке, ойқастаған Ортеке, қой бастаған ертеке. Мен бір билеп берейін, тұяқтарым сыртылдап, мен бір билеп берейін, буындарым былқылдап. Қоңыр тоқты көк тұсақ, сен де билемен тұсап, қарап тұрмай бекерге, серік болып текеге. Қобыз мойын түйелер, шудаларың желкілдеп, өркештерің селкілдеп, тайраңдап бір билеңдер. Қобыз мойын түйелер, шудаларың желкілдеп, өркештерің селкілдеп, тайраңдап бір билеңдер. Ал енді балалар, сабағымызға кері байланыс беріп өтейік. Кері байланысты мына сіздерге беріліп отырған 3 смайлик арқылы белгілейсіздер. Сабақты қорытындылай келе, Ортеке әнін үнтаспадан тыңдап, сөзіне мән беріп жаттайсыздар. Аман сау болыңыздар.